Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге. Әйел дастан, әйел жыр, гүл сыйлайық әйелге. Әйел сенің ақылшыңда айбарың, ол барында естімейсің қайғанын. Әйел сенің күзетшіңде сақшыңда, әйел сенің мерекеңмен мейрамың. Бір өзінде барлық үміт бар арман, жеңбей қоймас нұрлы жанар қадалған. Барлық гүлден жұпар жинап бойына, әйел күннің шуағынан жаралған. Қазіргі заманғы әйелдер ер адамдар атқаратын қызмет салаларында сенімді және белсенді түрде қызмет атқарып келеді. Олар өз мансабын тек бизнесте, саясатта ғана емес, сонымен қатар күш құрылымдарында, азаматтық қорғау жүйесінде де табысты атқаруда. Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінде де әйелдер сирек емес. Каждый сотрудник МЧС – это прежде всего профессионал, который готов прийти на помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ежегодно подразделениями столичного гарнизона совершается в среднем более 4000 выездов. Ликвидируется свыше 600 пожаров и возгораний, спасают и эвакуируют более 1000 жизней. Хоть и сотрудницы столичного гарнизона не тушат пожары, они решают не менее значимые вопросы. Их грамотные действия зачастую не менее важны, а порой имеют решающее значение в действиях по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Елордалық гарнизонның ерлерімен қатар, әйелдер қауымы да біздің ведомствоның қызметінде маңызды мәселелерді орындайды. Олар кадрлық және тәрбие жұмысы, қаржы, материалдық техникалық жарақтандыру, іс жүргізуді есепке алу және тәртіп, өрттің алдын алу, су объектілеріндегі қауіпсіздік, азаматтық қорғау. Қазір елорда қауіпсіздігі күзетінде 2000-ға жуық қызметкер еңбек етуде. Оның ішінде 217 әйел қауымы. Мұндағы әр мамандықтың қызмет ерекшелігіне байланысты өзіндік қиындықтары бар. У диспетчеров Управления кризисных ситуаций и Центра оперативного управления это дежурство сутки через трое, работа в условиях большой напряженности и ответственности. Именно они самыми первыми узнают о чрезвычайных ситуациях, возникших на территории столицы. За дежурные сутки в службу 101 и 112 поступают свыше 1000 звонков. Профессия диспетчера требует от человека терпения, упорства, быстроты и сообразительности. Департамент в соответствии с действующим законодательством и возложенными на него задачами осуществляет также государственный пожарный контроль, контроль по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Инспектора занимаются профилактикой и предупреждением пожаров, а также ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций в зданиях и помещениях особо важных административных объектов государственной собственности. Төтенше жағдайдың алдын алу және жою басқармасының қызметкерлері табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Қызметкерлер су тасқыны, бөгеттердің бұзылуы бойынша қауіпті учаскелердің, аймақтар мен ошақтардың мониторингін жүзеге асыруға, командалық штабтық оқу-жаттығулар өткізуге қатысады. Медицинские работники столичного гарнизона – это медицинский персонал службы пожаротушения, оперативного спасательного отряда, а также филиала Центра медицины и катастроф. Труд медицинского работника всегда был и остается самым благородным, востребованным и самым ответственным. Люди доверяют им самое дорогое – жизнь. Психологтар төтенше жағдай аймағында қалған адамдарға шұғыл және психологиялық көмек көрсету міндетіне кіреді. Сонымен қатар психологиялық диагностикамен гарнизон қызметкерлерінің алдын алу және оңалтумен айналысады. Өйткені олардың кәсіби түрде шаршауларына жол бермеу керек. Кадры решают все. В кабинете отдела кадровой политики жизнь, как говорится, бьет ключом. Здесь постоянно работают над поддержанием внутри коллектива рабочего настроения. Сюда приходят люди со своими вопросами и проблемами. Здесь трудятся люди живые, терпеливые и аккуратные. Кадровику необходимо чуткое ухо, доброе сердце, чтобы с рядового сделать профессионального сотрудника. Ведь любую работу надо начинать с подбора кадров. Как говорил Михаил Генин, «Скажи мне, что ты не умеешь делать, и я подумаю, кем тебя назначить». Штаб бөлімшесі департаменттің қызметін үйлестіреді.
Құжаттар әзірлейді, қорытындылайды, жедел және аппараттық кеңестердің отырыстарын ұйымдастырады және өткізеді. Департаменттің қызметтік іс-әрекетін бақылауды жүзеге асырады. Работа бухгалтера на первый взгляд не видна. Всегда в сторонке, в тени. Управление финансов выполняет ряд задач бесперебойного финансирования, оперативно-служебной и хозяйственной деятельности и многое другое. Людей этой профессии у нас несколько человек. От их профессионализма, внимательности, аккуратности и трудолюбия зависит экономическое развитие службы в целом. Функции по документационному обеспечению, а также соблюдение языковой политики выполняет группа документационного обеспечения и развития государственного языка. Главное требование в их работе – это ответственность, исполнительность, оперативность и обработка документов и обращение в срок. Заң тобының негізгі міндеті департаменттің және басқарманың қызметінде заңдылықты және заңнаманы қолдану практикасын сақтауды қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау және түсіндіру. Сотта және басқа да мемлекеттік органдарда департаменттің мүдделерін қорғау болып табылады. Ақпараттық талдау жұмысының тобы есептік және жедел сипаттағы мәселелер бойынша ақпарат беру, іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі департаменттің қызметі туралы министрлікке ай сайынғы және 90 сайынғы ақпарат дайындауды жүзеге асырады. Вопросами информирования населения о произошедших чрезвычайных ситуациях, организации мероприятий с представителями средств массовой информации, а также формирования у граждан позитивного имиджа департамента занимаются сотрудники пресс-службы. По вопросу пропаганды здорового образа жизни и популяризации пожарно-спасательного спорта не остаются в стороне и сотрудницы столичного гарнизона. Около 10 женщин-сотрудниц с 2014 года участвуют в чемпионатах мира и Казахстана по пожарно-спасательному спорту среди женщин. Неоднократно являлись чемпионами Казахстана и участвовали в чемпионате мира. В Караганде стали бронзовыми призерами. Құралай Тұяққызы төтенше жағдайлар органдарының құрметті ардагері. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылар мұражайының басшысы болып табылады. Мұражай сақтаушысы Құралай Камилова тынымсыз жұмыс істейді. Және еңбекқорлық әрқайсымызда болу керек деп санайды. Біздің зейнеткерлерді қолдау және моральдық және әлеуметтік жағынан көмек көрсету жөнінде Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаменті ардагерлер кеңесінің атқарып жатқан іс-шаралары кең ауқымды. Внимательность, ум, привлекательность, расположение к себе – все эти качества, относящиеся к человеку, работающему в должности секретаря-руководителя. Их функции сегодня – работа с посетителями, прием телефонных звонков, планирование рабочего времени руководителя и многое другое. Комендант выполняет работу по обеспечению сохранности и поддержанию в исправном состоянии имущества, соблюдению чистоты и порядка. Мы гордо можем говорить, что безопасность столицы находится под бдительным присмотром на таких опытных, профессиональных и хрупких плечах. Олар әрдайым сұлулық пен махаббаттың символы, жылулықтың қамқоршысы, соның арқасында әлемде үй, отбасы, балалар сияқты мәңгілік құндылықтар бар. Бүгінгі таңда олар үй шаруашылығын жүргізіп, балаларды тәрбиелеп қана қоймай, сонымен қатар кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында жетістікке жетуде. Кейбір қызметкерлер қызметте ерекше жетістіктерге қол жеткізуде. Олардың басшылық лауазымдары ғана емес, сонымен қатар жоғары атақтары соған лайық. Құрметті ханымдар, әріптестер, бүгінгі күні елорда гарнизонының қызметі мен беделі алғашқылардың қатарында. Қиында қатерлі қызметте азаматтық қорғау органында елдермен қатар сіздер де маңызды мәселелерді орындап келесіздер. Елорда қауіпсіздігін бүгінгі күні 2000-ға жуық қызметкер қамтамасыз етсе, оның ішінде 217 әйел қауымы. Сол жұмыстардың басында өздеріңіздер барсыздар. Сіздерге адал қызметтер үшін алғысымды білдіремін. Сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен өзімнің және ұжымның ер жігіттер атынан шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, денсаулық, бақыт тілеймін. Жұмыста биік белестерді бағындыра беріңіздер.